Әлемде ақыл-ойы бар зомбилер пайда болды. Олар өте аш және өте ақылды. Олардың адамдармен не істейтіндерін біз Новая Эра Z драмасының шолуынан білетін боламыз. Бұл қыздың есімі Мелани және ол оңаша камерада өмір сүреді. Таңертең ол киініп мүгедектер арбасына отырады да оған өзін байлайды. Камераға сарбаздар кіреді. Олар бұл баладан анық қорқып тұр. Бірақ неге? Мелани өте сүйкімді емес пе? Қызды камерадан алып кетеді. Сыртта дәлізде ондаған басқа сарбаздар көптеген басқа балаларды алып бар жатыр. Біз сыныпқа ұқсас бетон бункерін көреміз. Мисс Джастина есімді мұғалім келеді. Мелани оны жақсы көреді. Ол мисс Джастинаның оған кітап оқып беруін өтінеді. Ал әскерилерден сөз естімеу үшін грек мифтерін оқып, мұны тарих сабағы деп атауға болады. Мисс Джастина сыныпты Пандора мифімен таныстырады. Бір күні Пандора қиыншылыққа толы қорапты ашты. Бақытсыздық бүкіл әлемге тарады, бірақ қораптың түбінде үміт қалды. Пандора оны қолына алып, оны да босатты. Оқу күні аяқталды. Меланиді камерасына қайтарып тамақтандырады. Бірақ қарапайым тамақпен емес, тірі дернәсілдермен. Тамақтанғасын Мелани әлсіз, әрі көп қозғалмайтын болып қалады. Бункерге дәрігер Колдвелл келеді. Ол Меланиге бірнеше сұрақ қояды. Дәрігерге қыздың сезімі жоқ сияқты. Ол тек адамның мінез-құлқына еліктейтін сияқты. Соңында дәрігер Меланиден 1-ден 20-ға дейінгі санды атауын өтінеді. Біздің кейіпкеріміз 12 санын атайды. Жаңа күн келеді. Балалар олардың сыныптастары жоғалып кеткенін байқайды. Ол 12-ші камерада тұратын. Мисс Джастина сыныпты қауіпті тақырыптан алшақтатуға тырысады. Ол балаларды өз тарихын ойлап табуға шақырады. Мелани мисс Джастинаға қалай құбыжықтың шабуыл жасағанын жазады. Ал басты кейіпкер оны құтқарады. Әңгімені тыңдай отырып, әйел жылайды және қыздың басынан сипайды. Мұғалім шындықтың ертегі емес екенін біледі және бұл жерде ондай бақыт жарқырамайды. Кенет әскерилер басып кіреді. Оларды сержант Паркс басқарады. Ер адам ашулы. Мисс Джастинаның қызға қол тигізбеуі керек еді. Оған сабақ беру үшін сержант өзінің қолына түкіреді де терісінен бірдеңені сүртіп тастайды. Содан соң ол қолын баланың бетіне апарады да ескетеді. Енді біз барлық балалардың неліктен байлаулы екендерін көреміз. Ашуланшақтық бүкіл сыныпты шарпыды. Сержант мисс Джастинаға бұлар бала емес екенін еске салады. Бұлар балаларға ұқсас тіршіліктер. Қолын ол қайтадан арнайы жақпамен майлайды. Бұл блокатор. Ол кішкентай құбыжықтарға адамның тәтті иісін сезуге мүмкіндік бермейді. Сабақ аяқталды. Меланиді қайта камерасына апарады. Бала сержантқа қоқаңлоққа көрсетеді. Бұл үшін Парк оны орындыққа байлаулы күйінше қалдырып кетеді. Мұны мисс Джастина байқайды. Ол Меланиді босатуға тырысады, бірақ қыз оны қуып жібереді. Мәселе мынада. Мисс Джастина блокатормен майланбаған. Оның иісі дәмді болған соншалықты Мелани өзінің хайуандық инстинктерін ұстай алар емес. Мұғалім әзер дегенде қашып үлгереді. Өтіп бар жатып, дәрігер Колдвелл Меланиден тағы да бір санды атауын өтінеді. Мелани 4 санын атайды. Дәрігер кетіп қалады. Біз 4 бұл Мелани отырған камера екенін көреміз. Қыз ол атаған нөмір камераларына не болатынын біледі. Ол мисс Джастинаға зиянын тигізе жаздаған үшін өзін-өзі жазалағалы жатыр. Таңда Меланидің артынан сержант Паркс келеді. Қызды өмірінде алғаш рет бункерден шығарады. Сыртта әскери база. Қоршаудың периметрі бойынша құбыжықтар қаптап тұр. Олардан адам бойындағы қасиеттерді әрең дегенде байқауға болады. Оларды аш деп атайды. Аштар белгілі бір ауру жұқтырған. Олар ақылға келгісіз. Олардың жалғыз мақсаттары адамдарға жетіп, олармен тамақтану. Сержант Парксқа аш адамдар бір жердегі қоршауды құлатқандарын хабарлайды. Сержант от шашқыштарды қолдануға бұйрық беріп, Меланиді зертханаға апарады. Оны онда дәрігер Колдвелл қарсы алады. Біз 13 нөмірі белгіленген құмыраны көреміз. Ішінде тұмаумен ауырған баланың миы бар. Меланиді операция үстеліне байлайды. Шамасы оның миы келесі болып құмыраға жөнелттіретін сияқты. Кенеттен мисс Джастина кіріп келеді. Ол ашулы. Мұғалім бұдан былай мына адамгершілікке жатпайтын эксперименттерге қатыспайтынын айтады. Бірақ дәрігер Меланидің адам емес екенін еске салады. Ол вакцинаны жасау үшін қажетті соңғы ингредиент. Сиреналар естіледі. Базада дүрбелең басталады. Бірақ дәрігер Колдвеллді қызды зерттеуден басқа ештеме қызықтырмайды. Бірақ бекер. Операция бөлмесіне аштар бұзып кіреді. Олар дәрігердің көмекшісін тістейді және ол бірнеше секундтан кейін құбыжыққа айналады. Дәрігер олардан жалтарып қашып кетеді. Мелани зертханада жалғыз өзі қалады. Жұқтырғандар оны өздерінікіне санайды және шабуыл жасамайды. Сыртта бейберекетсіздік орнап жатыр. Аштар қоршауды бұзып адамдарға аңшылық құруда. Мелани сарбаздардың мисс Джастинаны бір жаққа сүйреп бар жатқанын көреді.
Кішкентай қыз мұғалімін құтқарып, оны ренжітушілерді қатыгездікпен өлтіреді. Тамақтан кейін әдеттегі әлсіздік пайда болады. Мисс Джастина Меланиді қолына алады, бірақ ол ешқайда қаша алмайды. Оларға аштар тобыры асығып келеді. Құтқарылуға мүмкіндік қалмаған сәтте сержант Паркс пайда болады. Мисс Джастина мен Мелани фургонға секіреді. Олардан бөлек онда сержант, 2 сарбаз және дәрігер Колдуэлл бар. Олар базадан қашып құтыла алған жалғыз адамдар. Баланы көргесін сержант ашуына мінеді, бірақ мисс Джастина Меланиге зияндарын тигізулеріне жол бермейді және оны фургоннан босатады. Айналада бірде-бір тірі адам жоқ. Мелани оның қашатын жері жоқ екенін түсінеді және адамдармен қалуды шешеді. Сержант оның оларға қосылуына үзілді-кесілді қарсы. Ол фургоннан қорғаныс бетпердесін тапқанда ғана өз ойынан қайтады. Команда жолға шығады. Саяхаттың мақсаты Биконидегі әскери база. Адамдардың қауіпсіздігін сақтау үшін Меланиге бетперде кигізеді және оны фургонның төбесіне шығарады. Аялдамада ересектер колбаларын толтыру үшін өзенге барады. Оларға жұқтырғандар тап береді. Жігіттердің бірін жарақаттайды. Ол бәрі орнында екенін айтып ант су ішеді, бірақ сержант Паркс оны нысанаға алады және бекер емес. Жігіт өзгере бастайды. Сержант оның өмірін бір оқпен кеседі. Фургонның моторы іске қосылмай жатыр. Әрі қарай топтың жаяу жүрулеріне тура келеді. Жолдарынан көшелері аштарға толы, тастанды қала шығады. Қастарында адам жоқ болғандықтан олар тапжылмай тұр. Аман қалғандар үстілеріне иіс блокаторын жағып, аштар тобырының арасынан ақырын өтеді. Кенет барлығы сықырлаған дыбысты естиді. Бұл арбасы бар ауру жұқтырған әйел. Дәрігер Колдуэлл арбаға үңіледі, бірақ онда сәби жоқ. Тек әлденен жеп жатқан егеу құйрық. Дәрігер айғайын ұстай алмай қалады. Бұл аштарды қозғалыссыздықтан шығарады. Адамдар әзер дегенде қашып үлгереді. Олар ауруханаға бөгет қояды, бірақ әрі қарай не? Оларда азық жоқ, ал аурухана жұқтырылғандармен қоршалған. Дәрігер Колдуэлл мен Меланиден басқаларының бәрі керек жарақ іздеуге шығады. Қыз дәрігерден өзінің шығу тегі туралы сұрайды. Ол адам емес, аш емес. Сонда ол кім? Дәрігер Меланиді және оған ұқсастарды перзентханадан тапқандарын баяндайды. Олардың аналары жүкті кездерінде тұмау жұқтырған. Нәрестелер плацента арқылы жұқтырған. Тұмау олардың миына еніп симбиотикалық байланыс орнатты. Соңында балалар ақыл-ойларын сақтап қалды. Іздеу тобы қайта оралады. Меланиді қуанту үшін мисс Джастина оған қарапайым балалар киімін әкеледі, бірақ киімнен қарның тоймайды. Мелани тірі азыққа мұқтаж және оны аңшылыққа жіберулерін өтінеді. Сержант бұған қарсы. Ол қыздың қашып кететініне сенімді, бірақ Меланидың мисс Джастинадан артық ешкімі жоқ. Ол мұғаліміне оралуға уәде береді. Қызды босатады. Ол барлығына қуанады, жаңа киімге, бостандыққа, қалада серуендеу мүмкіндігіне. Бірақ алдынан мысық жүгіріп бар жатқанда сүйкімді қыз құбыжыққа айналады. Мысықтың шаруасы бітті. Есесіне Мелани ақыры қарнын тойдырды. Үйлердің бірінен ол тірі итті табады. Қыз итті ауруханаға келіп, оны босатады. Тірі тіршілік иесінің иісін сезгесін, жұқтырғандар оны қуа жөнеледі. Жол ашық. Адамдар ақыры әрі қарай жол тарта алады. Сержант Паркс жұмсарады және алғаш рет Меланиді мақтайды. Қаланың ортасынан топ біртүрлі нәрсені тауып алады. Бұл мәйіттердің тұтастауы. Дәрігер Колдуэлл бұл аштардың келесі даму кезеңі екенін түсіндіреді. Әзірше олар адамдарды тек тістеу арқылы жұқтырады, бірақ қораптар ашылғанда споралар тікелей ауаға тарайтын болады. Топтың келесі олжасы жылжымалы зертхана. Енді әркімнің өз ісі бар. Сержант Паркс қозғалтқышпен айналысуда, сарбаз Киран керек жарақ іздеуге шығады, ал Мелани көгершіндерге аңшылық құрады. Өкінішке орай Киранның жолы болмайды. Қараусыз қалған үйлерде тамақ қалмаған. Сарбаздың көңілі түсіп, оның ізінен біреудің кел жатқанын байқамайды. Осы уақытта Мелани қалада басқа да жұқтырған балалардың бар екенін біледі. Ғимараттардың бірінде үлкен топ жасырынуда. Бұларды мұғалімдер тәрбиелемеген, сондықтан олар сөйлей де жаза да алмайды. Есесіне олар азық табуды біледі. Топқа барлаушы оралады. Ол Киранды тапты. Балалар балғын етке қарындарын тойдыру үшін аулаға жүгіреді. Бұл уақытта дәрігер Колдуэлл мисс Джастинаға ықпал етуге тырысады. Жылжымалы зертханада вакцина жасауға керектінің бәрі бар. Тек соңғы ингредиент жетіспейді. Бұл жұқтырғандардың екінші кезеңіндегі қыздың миы. Дәрігер басқа балалармен ұзақ уақыт бойы тәжірибе жасап көрген. Енді оның қолынан бәрі келеді. Кенет Мелани жүгіріп келеді. Ол жабайылар тобы Киранға міне-міне шабуылдау алдында екенін хабарлайды. Сержант Паркс пен мисс Джастина көмекке ұмтылады. Осы кезде Киран көшеден бұқтырылған банканы тауып алады. Байғұстың қарны ашқаны сонша бұл банкалардың қайдан шыққанына бас қатырмайды. Ол жемінің соңынан ере отырып қараусыз қалған дүкенге енеді және тұтқиылға тап болады.
кішкентай жабайылар аш. Олар Киранға топтармен шабуылдайды. Мелани, Паркс және мисс Джастина Киранды барлық жерден іздеп жүр және табады, бірақ оны емес, одан қалған қалдықтарды. Тобыр бірдестен адамдарды қоршауға алады. Мелани өзінің табиғатын еске алып, жабайылардың көшбасшыларын жекпе-жекке шақырады. Төбелес басталады. Мелани өзінің ертегісін өмірге айналдырады. Құбыжықты жеңіп, мисс Джастинаны қорғап қалады. Олар Паркспен бірге зертханаға оралады. Бірақ не бұл? Есік неге ашық? Ересектер қорқып кетіп, ішке кіреді де естерін жоғалтады. Сөйтсе дәрігер Колдуэлл оларды газбен ұйықтатыпты. Меланиді оған жақсылықпен бермегендер үшін дәрігер оны жамандықпен алуды шешкен. Бірақ бір мәселе бар. Меланиге газ әсер етпейді. Камерада ергіп отырып, ол демін ұстаған және 1000-ға дейін санаған. Сөйтсе тұмау оның миын өкпенің көмегінсіз ақ оттегімен қамтамасыз етеді екен. Дәрігер шарасыз күйді. Ол Меланиден операция үстеліне өз бетінше жатуын өтінеді. Егер бала мұнын жасамаса, дәрігер вакцинаны жасамайды. Ал егер дәрі болмаса, адамзаттың соңы. Телемұнарадағы қораптар ертелі-кеш ашылады. Олардың ашылуын кез келген нәрсе тудыруы мүмкін. Сонда споралар ауаға тарап, адамзаттың қалған бөлігі аштарға айналады. Мелани мисс Джастинаның құбыжыққа айналғанын қаламайды емес пе? Бірақ біздің кішкентай кейіпкеріміздің өмірге деген көзқарасы басқаша. Жұқтырғандардың екінші ұрпағының балалары адамдарға еліктемейді. Олар да тірі, олар сезеді және ойлай алады. Сонда олар неліктен адамдар үшін өздерін құрбан етуі керек? Мелани мобильді зертханадан шығып кетеді. Дәрігер Колдуэлл соңынан ереді, бірақ оның өмір сүруіне аз қалды. Оған аштар шабуылдайды. Мелани телемұнараға жетіп, оған өрт қояды. Қораптар ыстықтан жарылады және споралар қаланың төбесін жабады. Мелани қораптағы бар қиындықты босатқан Пандораға айналады. Адамзат тіршілігі соңына келді. Енді планета жаңа түрлерге тиесілі. Кенеттен сержант Паркс пайда болады. Мелани өз көзіне сене алар емес. Ол неге келді? Олар мисс Джастинамен бірге герметикалық лабораторияда қалулар тиіс еді. Сөйтсе сержант Меланиге бауыр басып үлгеріпті. Сол себепті оны іздеуге шыққан. Енді ол спораларды жұқтырды. Паркстың құбыжыққа айналғысы жоқ. Сондықтан Меланиге өзінің тапаншасын береді. Қыз оның соңғы тілегін орындайды. Бәрі бітті. Мелани зертханаға оралады. Енді олар мисс Джастинамен орындарын ауыстырды. Қыз бостандықта, ал әйел өмір бойына қамалған. Өйткені сыртта барлығы споралармен ластанған. Енді Меланидің өмірі мағынаға ие болды. Ол жабай балаларды зертханаға әкеледі, мисс Джастинадан білім алулар үшін. Енді мұғалім Меланиге кітаптарды жиі оқып беретін болады. Өйткені енді олардың шексіз көп уақыттары бар. Арнаға жазылмаған болсаңыз, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда сіз жаңа видеоларды бірінші болып тамашалай аласыз. Келесіде кездескенше.